Hürmetli оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атмосфералық қысым, атмосфералық қысымды өлшеу. Негізгі сабағымыздың мақсаты атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оның өлшеу әдістерін ұсыну. Атмосфера дегеніміз негізінен грекше аударғанда атмос бұл ауа және сфера шар деген екі сөзден құралған. Атмосфераның негізгі қабаттары экзосфера, термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера болып бөлінеді. Негізі осы атмосфералық қысымға байланысты, атмосфералық қысымды өлшеуге байланысты ең бірінші физикада өте көп еңбек сіңірген Торричелли итальяндық ғалымы болады. Және ол физик және математик. Атмосфералық қысым теориясының негізін қалаушы ауаның салмағын өлшеген, атмосфералық қысымның ауа райына байланысты өзгеретін деп байқаған. Кейін Торричелли қондырғысы атмосфералық қысымды өлшеу үшін пайдаланыла бастады. Торричеллидің тәжірибесі негізінен былай жасалған. Ұзындығы 1 метр, бір жағы бітеушіні түтік сынаппен толтырылады. Содан кейін түтіктің аузын жауып, оны төңкереді де сынап құйылған ыдысқа батырады. Сынаптың ішінде түтіктің аузын ашады. Сонда сынаптың кішкене ғана бөлігі ыдысқа төгіледі. Ал түтік ішінде биіктігі 76 см сынап бағаны қалады. Торричелли алғаш рет сынап бағанын атмосфералық қысым ұстап тұрады деп ой түйді. Атмосфералық қысымның ауа райына байланысты өзгеретінінде алғаш байқаған Торричелли болатын. Кейін Торричелли қондырғысы атмосфералық қысымды өлшеу үшін пайдаланыла бастады. Атмосфералық қысымды сынап бағанның биіктігі бойынша есептейді. Яғни атмосфералық қысымның бірлігі ретінде 1 мм сынап бағаны алынады. Торричелли тәжірибесі осы суретте көрсетілген бойынша жасалған. Атмосфера бізге және басқа да барлық денелерге қысым түсіреді. Атмосфералық қысым адамдардың көңіл күйіне, денсаулығына елеулі әсерін тигізеді. Атмосфераның күйіне, яғни температурасына, ылғалдылығына байланысты атмосфералық қысымда өзгеріп отырады. Сол себепті ауа райын болжау үшін басқа мәліметтермен қатар міндетті түрде атмосфералық қысымның да мәні ескеріледі. Атмосфералық қысым дегеніміз жердің ауа қабығының жер бетіне және ондағы денелерге түсіретін қысымын айтады. Атмосфераның жер бетіне және ондағы барлық денелерге түсіретін қысымы атмосфералық қысым деп аталады. Атмосфералық қысымның бірлігі алдында айтып өткеніміздей 1 мм сынап бағанымен алынады. Атмосфералық қысымды өлшеу құралына ең бірінші сынақты барометр жатады. Торричелли түтігі негізінде жасалған сынақты барометр ең қарапайым барометр болып табылады. Одан кейін сұйықтықсыз анероид деген құралды 1847 жылы ойлап табылды. Барометр анероидтың атмосфералық қысымды өлшеу үшін қолданылатын белгі. Осы суретте барометр анероидтың қандай құрылғылардан құралатыны көрсетілген. Альтиметр дегеніміз биіктікті көрсететін анероид альтиметр деп аталады. Альтиметрлер ұшақтарға, тікұшақтарға орнатады. Ұшқыштар альтиметр көмегімен қандай биіктікке ұшып бара жатқанын бақылап отырады. Табиғатта атмосфералық қысымнан жоғары немесе төмен болатын қысымдарда жиі кездеседі. Мұндай қысымдарды манометр көмегімен өлшейді. Адамның қан қысымын өлшейтін құрал сфигмометр деп аталады. Адам қысымының төменгі бағаны 70-80 мм сынап бағанымен, жоғарғы бағаны 110-120 мм сынап бағанымен есептеледі. Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі. Атмосфера жердің ауа қабаты. Атмосфераның құрамы негізінен 78% азот, 21% оттегі, қалғаны 1% көмірқышқыл газы, аргон, тағы да басқа газдардан тұрады. Атмосфералық қысым негізінен 12 метр биіктікте 1 мм сынап бағанына азайып отырады. Бұл жергілікті жердің үстіндегі атмосфералық ауа бағанының салмағының кемейтінімен түсіндіріледі. Яғни ауа сирейді. Мысалы, таудың биіктігін өлшеу үшін тау етегіндегі қысымды және оның басындағы қысымды өлшеп, қысымдардың айырмасын тауып алғаннан кейін 12-ге көбейтуге болады. Манометрлер
Kısım ayrımını ölçüge, nemesi atmosferal kısımdan artık nemesi kem kısımlarda ölçüge arналган kurallarını manometrler dep ataydı. Grekçe manos sirek, tığız emes degen, al metre ölçeyim degen ma'nany beredi. Manometrler suyuq top және metallik bolup ekige bölünedi. Tütüktön metal manometri ona 1848-yılı Fransız galymı Bourdon oylap taptı. Sorgular eldi mekenlerde, imaratlarda sudu жеткизүү üçün arnay su aydaş munarası alat. Al munarаны sumen toltırуу üçün oğan suda aydaydı kuruluğu qajat. Onday kurulğana aydaw sorgusy dep ataydı. Negizinen balalar biz tecrübe jasao arkalı onu bilүүbüzge bolady. Onu öy tapşırmasına kaldırayık. Negizgi sabak түсінікті bolsa, nazarlarınızga rahmet.